Сәлем достар, далада қар, ал сіздермен біз тұтастай осындай қазды дайындайық. Ең алдымен қазымызды маринадтау керек. Әртүрлі маринадтар бар, суға салып, тұзды суға салып. Ол үшін үлкен ыдыс керек, әртүрлі ыңғайсыз. Мен осындай өзім маринадпен маринадтадым, 12 сағаттай маринадталды. Маринад әркім әртүрлі істейді. Мен жағдайымда енді магазиннен осындай стандартный маринадқа әртүрлі дәмдеуіштер қостым. Тұз, чеснок, сұйық май, майонез, солармен араластырып жасадым. Енді дайын қазымыздың ішіне апельсин мен алманың кесінділерін толтырып, кесілген жерлерін қалпына келтіру керек. Менің жағдайымда шпажканы қолдандым. Бірақ бұл жұмысым бекер болған сияқты. Оны кейінірек түсіне жатасыздар. Ал енді духовкаға салу алдында фольгаға орап 170 градус шамасында 1 сағатқа қоямыз. Жалпы пісу уақыты килограммына 35-40 минут деп есептелінеді. 1 сағаттан кейін қазды алып, астында жиналған өзінің сөлімен, майымен үстінен қайта құйып шығамыз. Бұл еттің біркелкі пісуіне, дәмінің жақсаруына және еттің кеуіп кетпеуіне ықпал етеді. Алма мен апельсиннің орнына картошка, болгар бұрышын салса болады деп ойлаймын. Өзінің маймен майланып, дәмі керемет шығады. Енді 150 градуста 1 сағат пісірамыз. Міне қазымыз дайын болды. Дастарханға берер алдында 15-20 минут суытып демалтырып алыңыздар. Үстін міндетті түрде фольгамен жауып қойыңыздар. Бұл уақытта еттің сөлдері жиналып, температура қалпына келеді. Дайындаған қазымыз әдемі, дәмді шықты. Жасалған тағамыма бағасын бере кетіңіздер, өздеріңіз де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.